Сәлеметсіздер балалар, сабаққа қош келдіңдер. Лайзер 6 сыныптың 4 модульдан 49-50 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақты бастамастан бұрын ең алдымен менің каналыма подписаться етеміз, және де сабақты соңына дейін тыңдаймыз. Небары 10-15 минут уақыттарында алады. Тек содан кейін ғана тапсырма орындаймыз. Сонда сендерге барлығы түсінікті болады, иә? Ендеше сабағымызды бастаймыз. Exercise 1. Label the pictures. Бізде мына сөздерді мына суреттермен сәйкестендіру қажет. Ең алдымен мына сөздерді аударып алайық. Field, өріс, cliff, жартас, desert, шөл, beach, жағажай, lake, көл, mountain, тау, forest, орман. Field, cliff, desert, beach, lake, mountain and forest. Енді бірінші тапсырманы орындаймыз. Сөздерді сәйкестендіреміз. Бізде бірінші сөзде field, өріс, жалпы поле деп атамыз ғой. Cliff, екінші сөзіміз, бұл бізде жартас. Үшінші desert, шөл. Төртінші beach, жағажай. Бесінші lake, көл. Алтыншы mountain, және жетінші forest, орман. Келесі exercise 2. Write a word from exercise 1 next to each statements. Мұнда берілген сөйлемдерге мына сөздерді қоюымыз қажет екен. Мен мұнда жазып қалдырдым. Don't worry, the cows and the sheep won't hurt you. They are busy eating the grass. Олар ешқандай уайымдама дейді. Сиырлар мен қойлар саған шабуыл жасамайды. Олар тек қана шөп жеумен жүр дейді. Ол бізде field, өріс, поле, мал жайылатын жер. It's so hot and all you can see is sand in every direction and sometimes a camel in the distance дейді. Ол жер өте ыстық, және де сен ойыңда баратын уақытта кішігірім инструкция аласың дейді. Және сен ол жерден әдетте не көресің дейді? Түйе көресің дейді. Демек ол desert, шөл. The water's lovely. It's fresh, not salty like in the sea. Come on, let's swim to the other side дейді. Ол жердегі су өте жақсы дейді. Теңіздегідей тұзды емес дейді. Бірге суға түсейік. Ол көл, lake. It's very high, but I really want to jump off into the sea. Ол жер өте биік, бірақ ол жерден мен секіргім келеді теңізге дейді. Ол бізде cliff, жартас. It'll take us a day to climb to the top and bring warm clothes. There is snow at the top дейді. Ол жер бізге жоғары көтерілу үшін арналған дейді. Және де біз ол жерге баратын болсақ, жылы киімдеріміз аламыз, өйткені онда қар бар дейді. Ол mountain, тау. Charlie was happy to play in the sand while Dad and I went swimming. Чарли өзінің әкесімен бірге ойнағаны қуанды дейді, және де мен суға түстім дейді. Демек ол бізде beach, жағажай. These trees are really tall and they are so many of them will get lost if we're not careful дейді. Ол жерде өте биік ағаштар бар дейді. Және де егер де біз өзімізге мұқият болмасақ дейді, біз онда адасып кетуіміз мүмкін дейді. Ол бізде forest, орман. Енді мұндағы мына тапсырмаларды орындай алмаймыз. Бұл тапсырмалардың тыңдалымдарын мен мүлдем таба алмадым. Сондықтан тапсырманы орындаусыз қалдырамын. Келесі 50-ші беттегі тапсырмалар. Бізге мына сөздерді аудару керек, сөйтіп мына сөздерді сәйкестендіруіміз қажет. Science fiction фильм, movie, ғылыми фантастикалық фильм, adventure фильм, шытырман оқиғалы фильм, романс фильм, махаббат жайлы фильм, романтикалық, cartoon мультфильм, комедия, комедия. Енді бізге мына сөздерді, мына киноларды мына сөздермен сәйкестендіруіміз қажет. Демек, бізде бірінші суретте Индиана Джонс, adventure фильм, шытырман оқиғалы фильм, School of Rock, комедия жанрындағы фильм, Valentine's Day, романс фильм, Shrek the Third, cartoon фильм, Avatar, science fiction фильм екен. Жалпы балалар, осымен сабақ аяқталды, өйткені мен мына тапсырмаларды орындай алмаймыз, өйткені бізде тыңдалым тапсырмасы жоқ. Мен мүлдем табылмадым тыңдалым тапсырмаларын, сол себептен сендерден кешірім сұраймын. Мұны орындауға мүмкіндік болмай тұр. Егер де мүмкіндігім болса, міндетті түрде сендерге орындап беретін едім. Осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Сендерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, подписаться басып,
қолдап кетулеріңді өтінемін, және де өздерінің достарыңмен, сыныптастарыңмен бөлісуді ұмытпаңдар.